Sen келерсің. Уақыт таяды. Тап қазір полицияға қоңырау шалып, осында шақырам. Әй! Мұнда не істеп тұрсың? Жүр, кеттік, дәрі ішетін уақыт болды. Бол, тездет. Әйтпесе денсаулығың сыр береді. Тым әсірелеп жібереді екен. Өтінем, хан мырза, оларды жайына қалдырыңыз. Сабыр ете тұрыңыз. Әкеңіз жақында сауығып кетеді. Сосын көресіз, шындықтың беті ашылады. Қателеспесем, оның әлі де мазасы жоқ. Дұрысы, оларды одан сайын қинамайық. Фаруки ханым, сіз әлі... Фаруки ханым, әлі күнге дейін адам тани алмайсыз ба? Айтатыңыз жай бос сөз ғана. Болды, басқа ештеңе айтпайсыз. Неге маған олай дейсіз? Айтыңызшы, неге менде түйсік жоқ екен? Неге үндемейсіз? Жалғастырыңыз. Мен... Фаруки ханым, расында... Расында не? Не? Тыңдаңыз, Фаруки ханым. Негізі, бар айтпағым, сіз аңғалсыз, ақ көңілсіз. О, Құдайым, басым неге ауырып тұр? Самира, Имран мен әпке... Не істеп жатырсың? Көңіліңді аулауға тырысып жатырмын. Ой, қойшы, бәрібір көнбеймін. Енді не қалайсыз? Кешірім сұрап тұрмын. Тағы не істейін? Соны да мен айтам ба? Фаруки ханым, бұл жайлы ұмытайықшы. Не дегенмен бірер күнде неке қиямыз. Той жайлы хабарды жариялау керек. Сізбен сол үшін ерексіп жүрмін. Үйленбей тұрып, дұрыстап кешірім сұрамайсыз. Үйленген соң тіпті кешірім сұрамайтын шығарсыз. Мен бәрін білем. Жарайды. Кешіріңіз. Кешірім өтінем. Осақ па? Осы да жеткіліксіз бе? 50 түрлі айлам бар дедім ғой. Ал сен осыма дейсің. Қолыңнан бәрі келеді деп ойлайсың ба? Иә, әрине. Жарайды. Мынаның үстіне тұрып көр, сонда сенем. Қанеки, қолыңнан келеді ғой.
Кешіріңіз. Жақсы. Бұлай жасайық. Шын жүректен 3 рет кешіріңіз, ханым деп айтыңыз. Не? Қане, тездет, менің уақытым жоқ. Әл жуаз. Кешіріңіз, ханым. Кешіріңіз, ханым. Кешіріңіз, ханым. Жарайды. Енді шын жүректен сіз кереметсіз деп 3 рет айтыңыз. Siz keremetsiz. Siz keremetsiz. Siz жетер. Көрдіңіз бе? Байқағым келгені осы. Тексергім келгені осы. Шынымен кешірім сұрайсыз ба, әлде үйлену үшін ырымын жасайсыз ба? Болашақ күйеуімнің қаншалықты сабырлы екенін сынадым. Бірақ сізге сабыр жетіспейді. Тек өтірік кейіп танытасыз. Бірақ бәрібір өз дегеніңізден қайтпайсыз. Мен Зоя Фарухимін. Мені көндіру оңай емес. Қандай қойылым қойып жүрсің? Саған не көрінді? Әй, не ойлап жүрсің, а? Бәрі іс-әрекеттеріңе көз жұма қарайды деймісің? Бірде Зояның бөлмесіне барасың, бірде оған жасқа толы көзбен қарайсың. Не үшін бөлмеңде тыныш отырмайсың? Не істеп не қоятынымды өзім білемін. Мұны сенен сұрамайтын шығармын. Сұрауға тиіссің. Әйтпесе қолымнан не келетінін білесің. Мұны саған айтпауым керек, Сыдық мырза. Бір қайықта 2 адам отырған екен, Рәзия. Бірі екіншісіне ашуланып қарсыласын батыру үшін қайықты тескен. Бірақ өкінішке орай, қайық батып кетсе, өзі де тұншығатынын ескермеген. Мұны ұмытпайсың деп үміттенемін. Мен құрдымға кетсем, Рәзия, сені де өзіммен бірге ала кетемін. Есіңде болсын. О, Құдайым. Аузымды ашсам көп сөйлейді дейсіңдер. Тыңда, мен сенің жарыңмын. Саған жаманды ойлап нем бар? Әрқашан сенің қамыңды ойлаймын. Тыңдаш, бірге шай ішпегелі біраз болыпты. Отыра ғой, қазір саған шайыңды әкеп берем. Сүйікті шайыңды демдейім.
Екеуміз отырып шай ішеміз. Біраз уақыт өтіпті ғой, расменде. Мінекей. Қайда кетіп қалды? Ұмытпа, Расия. Адам ашуға булықса, ақылынан алжасады. Сыдық мырза, ертеңгі күні басыма бәле болмас екен. Жүріңдер, мені есінен адасты деп ойлайсыңдар, е? Ақыл есімнің дұрыс екенін дәлелдеймін, жүріңдер. Нихат, қайда сүйреп барасың? Әпке, мына суреттің артында қабырға емес, есік бар, есік. Маған сенбейсің бе? Тоқтай тұр, 1 минут. Нихат. Қабырға. Әпке, рас айтып тұрмын. Мұның артында есік болған. Мұна қабырға қайдан шықты? Саған мұнда келуге тыйым салғанмын. Ендеше неге келдің? О, Құдайым. Өз еркіммен келгем жоқ, Сыдық мырза. Маған уәде бергенсіз, солай ма? Ойланып қараңызшы. Уәдесінде тұрмайды деген атқа қалмақшысыз ба? Сол үшін келдім. Иә. Айтпақшы, құр қол келмейін дедім. Сондықтан сізге сыйлық ала келдім. Қайтейін. Жүрегім жұмсақ қой. Күнімді әзер көріп жүрсем де, әрдайым қонаққа сыйлық ала барам. Ұста, енді қараңды батыр. Бұдан бұлай үйіме бас сұғушы болма. Түсіндің бе? Келмей-ақ қояр едім, Сыдық мырза. Бірақ қайтейін. Аяғым тыңдамай. Өздері үйіңізге жетелеп әкеледі. Енді қайтейін. Оларды бағындыра алмайым, көресіз. Бүгін табалдырығыңыздан аттамай қоймай. Түнде көріскенше. Әпке, тым болмаса сен маған сенші, мен есік көрдім. Жетерге хат. Ертегі құрастыруды доғар, әпке. Әпке, ертегі құрап тұрған жоқпын, неге маған сенбейсің? Енді мені тыңда. Жақсы психиатрға барып тексеруден өтесің. Жарай ма? Не хат? Жүр. Фархан, мен ессіз емеспін. Фархан, тоқташ. Фархан, жүр. Өтінем, Фархан. Фархан, тоқта. Доғар. Саған не болды? Өтінем, доғаш. Әйтпесе ойдан шығарған әңгімелерің мені де ақылымнан алжастырды. Негізі, сен ақылыңнан адастың.
Нихат, өзің жақсы психиатрға барудан бас тарттың. Дәрігер осында келгенде оғаш қылық көрсеттің. Оның үстіне емделгің де келмейді. Нихат, сөздің шыны керек. Сенің жүйкең әбден жұқарған. Өтінем, саған көмек керек. Саған көмектесуге мұрсат ет. Жағдай мені мәжбүрлеп тұр. Саған қаталдық танытудан басқа амалым қалмады. Фархан, тыңдашы, мен шындықты расымен... Нихат, жетер. Фархан! Ішке кір, Нихат. Есік бар, Фархан. Ішке кір, Нихат. Жүр. Фархан! Фархан! Сөзіме құлақ ашшы, Фархан. Сол жерде есік бар. Оны мен өз көзіммен көрдім. Фархан! Фархан өтірік айтып тұрған жоқ. Суреттің артында есік тұр, Фархан. Сөзіме құлақ ассыңдаршы. Әпке, есікті ашшы. Бауырым, тездет енді, бәрі жиналып қойды ғой. Кім? Қап, қыздар. Сұлуда, сүйкімді арулар. Достары да түгел осында келді. Қазір олар осы кештің құрметті қонағын күтіп тұр. Кімді? Сені? Кім болушы еді? Бүгінгі кештің жұлдызы сенсің. Бүгін бойдақтықпен қоштасу кешің. 5 минут күте тұр. Жақсы. Оғдайым, хан мырзаға не көрінді? Хан мырза және сауық кеші бұл ақылға қонбайды, мүмкін емес. Әлде мүмкін бе? Қытай техникасына да, жігіттердің жүрісіне де сенім жоқ. Қашан және қалай сыр беретінін білмейсің. Әйтеуір, бүгін хан мырза сол мүмкін еместі мүмкін қылып жүрмесін. Мұны анықтамасам болмайды. Ох, құдайым, бойдақтар кеші, арулар. Құдайға шүкір, бәрін дергесінде түзетіп үлгердім. Әйтпесе мына қыз мені масқаралай жаздады ғой. Бүгін үнін өшірдік әйтеуір. Бірақ бұл ұзаққа бармайды, әпке. Бүгін Нихат үйдегілерге айтты. Ертең бөтендерге жайып салады. Ал егер біреу сеніп қалса, онда қайтеміз, а? Дұрыс айтасың. Нихаттың үнін өшіру керек. Қалай, әпке? Тірінің белгісі тілі емес пе? Олар көп сөйлейді. Өлі адамның үні шықпайды. Демек, Нихат өлуі тиіс. Иә, бүгіннен қалмай. Бүгін түнде мен сенің серігің, сырласың, досың әрі бауырың болам. Кеш басталды, бауырым. Үйлену тойына осылай қуанам деп еш ойламаппын. Бұл сенің тойың. Қанекей, бесті әкел. Кеттік пе? Әрине. Хан мырза, маған осылай істеуге ұялмайсыз ба? Қалай дәтіңіз барады? Әлгі тентектің сазайын кейін тартқызармын. Көрсетем.
Әй, шкафымды қайда апара жатырсыңдар? Ханым, Сыдық мырза басқа бөлмеге қойыңдар деді. Сыдық мырза? Абайлап көтеріңдер. Әй, не, бірақ тыңдаш, інім, тыңдаш. Сыдық мырза, әй, сен де ашуыңда түбіме жетерсіңдер бір күні. Мұнысы несі? Бөлмені ауыстырған мен тағдыр өзгермейді ғой. Өмірін өзгерткісі келсе, маған келіп бір ауыз айтса не болады? Бірге тұруға қарсы емеспін ғой. Маған бәрібір. Бәрібір, кім не десе о десін. Ол бөлек тұрғысы келсе, мен де қарап қалмаспын. Тек мынаған өкінем, Сыдық мырза. Бүгін мына бөлмеден шығарда абыройым айрандай төгілетін болды. Әй, мырза, мына жерден алып шығатын заттарың болса, жылдам әкетіңдер. Сыдық мырза, осылай мінез көрсетсем, Рәсия үркіп қалады деп ойласаң, оңбай қателесесің. Менің де осал емес екенімді білесің. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो О, Құдайым. ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਅਭੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਭੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਜ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो मेरा हीरो О, Құдайым, жарық неге сөніп қалды? Ескертіп қояйын, хан мырза. Егер оғаш қылық танытсаңыз, қитығыма тисеңіз, айтпат демеңіз. Сөмкемде жатқан бұрыш спрейін қолданам. Хан мырза, Үндістан жұлдызы сияқты қайда кетіп қалды? Ей, Хайдар қайда кетті? Осында жүреді ғой, қыздардың жанында.
О Құдайым. Хан мырза. Тоқтаңдар. Қолдарыңдағы не? Мұны кім әкелді? Сыдық мырза алдыртты. Садық мырза? Садақ мырза не ойластырды екен? Не көздеп жүргенін түсінсем бұйырмасын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сапарға дайындық қалай? Дайындық? Не үшін? Қажылыққа да не болушы еді? Екеуміз бірге барайық. Мен де сол рейске билет алдым. Қажылық па? Не айтып тұрсыз? Қызық, қажылыққа баратындардың тізіміне өзіңіз жазылдыңыз ғой. Ұмытып қалдыңыз ба? Соныңыз екен айдан анық. Қартайса да ашуы басылар емес. Жасы келсе де мінезі сол баяғыдай. Рәзия, Иә. неге ойданып қалдыңыз? Жоқ, жай. Төрлетіңіздер, отырыңыздар, өтінем. Кез келген нәрсенің шегі бар. Мен үндемейді деп, астамшылық жасаудың қажеті жоқ. Төрт құбыласы тең адамға жойқын дауыл түк емес. Сыдық мырза. Сен не істесең де маған әсер етпейді. Ол қайда? Кім? Жаңа ғана дәл қасыңызда тұрған ару қыздардың бірі. Күліп ойнап тұрған қызыңызды айтам. Қайда? О Құдайым, сізге не болды? Неге тесіліп қарайсыз? Не ойлап тұрсыз? Қызды қайда жасырдыңыз? Не деп ойлайсыз? Әлгі қызды менен жасырмақшысыз ба? Қашанғы жасырар екенсіз? Соны айтыңызшы. Мен бәріне көз жұма салатын, жігітін сарғая күтетін дәрменсіз қыз емеспін. Түсіндіңіз бе? Мен мұндай сорақылыққа төзбеймін. Мен карате білем. Ашулансам, менен қорқу керегін ескертем. Көрсетіңіз ана қызды қайда? Қолыма түссін, шашын жұлып қолына берем. Мен оны аямайым. Таныш. Мені расымен сондай іске барады деп ойладыңыз ба? Мен олай деген жоқпын, хан мырза. Оны қыз деп ойлап қалдым. Нихаттың үмін өшіру керек. Нихат өлуі тиіс. Бүгіннен қалмай.
маған ұялсаң қайтты. Қыздарға жабысып алғаның не? Оны ұнатып қалдың ба? Қаншалықты ұнайтынын айтып жеткізе алмайын. Әрине, саған ұнайд. Өйткені сен қыз құмарсың. Мені бір сәтке ойламадың ба? Қандай күйде екенімді білемісің? Маған көңіл бөлмейсің, солай ма? Сен көп сөйлеп кеттің. Өміріме басқалардың араласқанын мүлдем жақтырмай. Мен кіммін сенің өміріңе араласатын? Хомира, өтінем, жыламашы. Ұрсаңды соқсаңды маған бәрі бар. Тек менің көзімше жыламашы. Жарайды, тыныштал. Бұл әзіл ғой, мен қалжыңдадым. Қараш, міне, қара. О, құдайым, бұл ұл екен ғой. Айтпақшы, қызғанып тұрсың ау деймін. Қызғандың ба? Бірақ мен білетін Хомира ондай емес еді. Ей, сен кімсің өзі? Бір минут. Демек, мұның бәрі әзіл ме? Мені қызғандырғың келді ме? Солай ма? Ие, қалжың, қызғансын дедім. Айтпақшы бір нәрсе анық. Қыздар әдемі сөйлейді. Бірақ жігітке тейде сенбейді. Жарайды, қателестім. Кешіріңіз, сізге сенуім керек еді. Не дедіңіз? Сізге сенуім керек еді. Одан бұрын не дедіңіз? Қателестім. Сосын не дедіңіз? Қателестім дедім. Кешіріңіз. Жөнді естімедім. Кешіріңіз. Өкінішіңіз байқалмайды. Кешіріңіз. Енді ше? Әлі бірдеңе жетіспейді. Кешіріңіз, мырзам. Кешіріңіз, мырзам. Кешіріңізші, мырзам. Өтінем. Енді Имран, біреуін есікті ашыңдаршы. Не болды, неге сонша қорқып тұрсың? Әпке, неге айғайлайсың, не болды? Әпке, мен Фарханды өлтірдім. Мен Фарханды өлтірдім.
Мен Фарханды өлтірдім. Нихат, өзіңе келші. Не айтып тұрғаныңды түсінемісің? Мен өз күйеуімді өлтірдім. Нихат, не айтып тұрсың? Апа, мен Фарханды өлтірдім. Әпке. Мен өлтірдім. Өзің кіммін деп ойлайды. Осыған дейін туыстардың өшпенделігіне шыдап келдім. Енді өзі бастады. Оның қателігін өмір бойы жасырып өттім. Ал енді қартайған шақта менен бөлек тұрғысы кепті. О, Құдайым. Мынаусы несі тағы? Күйеуімді өз қолыммен өлтірдім. Мен күйеуімді өз қолыммен өлтірдім. Мен күйеуімді өз қолыммен өлтірдім. Нихат, мен күйеуімді өз қолыммен өлтірдім. Нихат, өзіңе келші. Әпке, бекем бол, өтінем. Нихат, есіңді жейші. Нихат, Фарханды өлтірдім. Нихат, мен күйеуімді өлтірдім. Мен Фарханды өлтірдім. Нихат, күйеуімді өлтірдім. Нихат, Құдай үшін есіңді жейші, әдейі істеген жоқсың ғой, Нихат. Мен Фарханды өлтірдім, өз күйеуімді өлтірдім. Нихат, бәрі қалпына келеді. Нихат, Najma, мен күйеуімді өлтірдім. Najma, Нихат, Najma, өз-өзіңді қолға ал. Нихат, Жүр, Najma. мен Фарханды өлтірдім. Фархан! Жіберіңдер мен. Күйеуім аман екен. Фархан! Жіберіңдер. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2025 жыл.